Сәлем достар, құрметті мен көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі дастарханда ерекше әдемі көрінетін, қамыры қатпарлы, үгілмелі болып шығатын 3 түрлі самсаның жасалу жолын, түю әдісін көрсететін боламын. Ол үшін жоғары сұрыпты ұнымызды илеуіштен өткізіп аламыз. Бұл жерде ұнымыздың массасы жарты келі және 180 грамм суымызға 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Ұнның ортасын ашып, ортасына 2 дана жұмыртқаның сары уызын салып, суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеу барысында аздап су жетіспейтіндей болып көрінеді, бірақ артық су қоспағандарыңыз дұрыс. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, қамырларыңыз жайған кезде өте әдемі, жұқа болып, біркелкі болып жайылады. Және де бұл қамырды басқа да тағам түрлеріне қолдансаңыздар болады. Мысалы, мантыға, түшпараларға да осы рецепт бойынша жасап қолдана берулеріңізге болады. Қамырымыз түйіршіксіз иленді. Енді қамырдың бетін жауып 20 минутқа демалдырып аламыз. 20 минут демалғаннан кейін қамырымызды тағы да июін қандырып, бетін жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Бас-аяқ 40 минут кетті. Қамырдың июі қанғанда осындай тындағы жұмсақ болып келеді. 2 бірдей бөлікке бөліп аламыз, яғни 2 зуала нан шығады. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Кішкене жұдырықтың көмегімен басып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Үстіне ұн сеуіп, оқтаумен жая бастаймыз. Қамырдың июі қанғандықтан жұмыс жасауға өте ыңғайлы, тындағыш болып келеді. Оқтауға орап, қатты салмақ салмай, 2 шетін баса отырып, дөңгелете, яғни сағат тілімен айналдыра отырып, қамырды жайып аламыз. Бірінші зуаламыз дайын болды. Осылай бүктеп, бетін жауып қойсаңыздар болады, немесе арасына ұн сепсеңіздер де болады. Енді екінші зуаламыз да дайын болды. Арасына бөлме температурасында тұрған майымызды осылай жағып шығамыз. Оның үстіне екінші қамырымызды қойып, қайтадан бөлме температурасында тұрған майымызды жағамыз. Майымыз біркелкі жағылғаннан кейін бір шетінен видеодағыдай орай бастаймыз. Толық оралған соң арасындағы ауасын шығарып, нығыздап аламыз. Целлофан мешок кигізіп, 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Қатты асығыс болсаңыздар, тоңазытқышқа емес, мұздатқышқа 30-45 минут шамасында салып алсаңыздар болады. Қамырымызға майы сіңіп, самсаны пісіру барысында қатпарлы болып шығады. Енді самсамыздың салмасына кірсек, менде 1 келі фарш. Осы 1 келі фаршқа мен 700 грамм жуа пайдаландым. Жуаны майдалап қолмен турап қостым. Салмасына осылай жуаны майдалап турап қоссаңыздар, салмасы су мол болып, өте дәмді болып шығады. Жуамызды майдалап турап алып қосқаннан кейін, үстіне 1 шай қасық бұрыш, 1,5 қасық тұз қосып және жарты шай қасық зираны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Самсамыздың қамыры тоңазытқышта менде 2 сағат көлемінде тұрды. Енді целлофан мешогынан алып, осылай біркелкі етіп, видеодағыдай кесіп аламыз. Қамырымызды біркелкі кесіп алғаннан кейін, қамырды тігінен қойып, үстінен басып шығамыз. Сол кезде самсамыздың қамыры қатпарлы, дөңгелек болып, біркелкі болып шығады. Самсаның жаю барысына да міндетті түрде көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Қамырымыздың ортасын баспай, 2 шетінен айналдыра отырып, осылай жайып шығамыз. Самсаның бірінші көрсететін әдісіне бізге 2 қамыр керек болады. 2 қамырды дөңгелетіп жайып аламыз. Бірінші қамыр, екінші қамырдан үлкенірек болу керек. Кішірек қамырға үстіне салмамызды салып, үлкенірек қамырды бетіне қойып, осылай әдемілеп өріп аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер сіздерге видео ұнаған болса, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жаңадан шыққан видеомды көре аласыздар. Осы видеоны достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетсеңіздер деймін. Яғни Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp тағы басқа желілерде. Ол үшін поделиться батырмасын бассаңыздар, достарыңызбен бөлісе аласыздар. Комментарий бөлімінде де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз бен лүпілдеріңіз мен үшін өте маңызды.
Осымен біздің самсамыздың бірінші жасалу түю жолы көрсетілді. Енді екінші өзімнің ұнататын әдісімді көрсетемін. Ол үшін осылай қамырды дөңгелетіп жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, екі жақ шетін басып, өріп шығамыз. Бұл әдісті мен күнделікті отбасыма немесе шай дастарханына жасап ұсынамын. Самсамыздың үшінші түю әдісі де өте оңай. Алдыңғы видеодағыдай қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, үшбұрышты етіп түйіп, жан-жағын өріп аламыз. Енді осы дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарыуызын жағып шығып, оның үстіне күнжетті сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді әрі дастарханда ерекше әдемі көрінетін, қамыры қатпарлы, үгілмелі болып шығатын 3 түрлі самсаның жасалу жолы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.